Бәріңе сәлем достар. Көне ғасырда жер бетіндегі жәндіктердің көлемі өте үлкен болған, бірақ олар ертеде жойылып кеткен. Қазіргі кезеңде де өзінің көлемімен таңғалдыратын жәндіктерді кездестіруге болады. Кейбірі өте қорқынышты. Сонымен біз бүгін әлемдегі ең алып жәндіктер жайында әңгімелейтін боламыз. Ендеше кеттік. Алып бета. Бұл жәндіктер кәдімгі шегірткеге ұқсас, тек көлемі бірнеше есеге ірілеу. Олар Жаңа Зеландияда мекендейді, және ұзындықтары 10 сантиметрге, ал салмақтары 70 граммға дейін жетеді. Бұл жәндіктер үшін өте көп. Осындай көлемге жетуінің себебі жауларының жоқ болуы. Бұл жәндіктердің қорегі шыбындар, қоңыздар мен кейбір өсімдіктер. Олар тұқым таратуға да үлкен үлес қосады. Вета ұшада секіре алмайтын жәндік, өйткені өте салмақты. Олар өте аз қозғалады, түні бойы тек 10 метрді жүреді. Өзінің көлемі ерекше болғанымен, ал веталар небәрі 6-9 ай өмір сүреді. Мегаполисник чана – бұл әлемдегі ең ұзын жәндіктер, және олар өте сирек кездеседі. Оның көлемі ерекше. Денесінің көлемі аяқшалармен санаған кезде 60 сантиметрге дейін жетеді, ал салмақтары еш ерекшеленбейді. Шамамен 60 граммды құрайды. Палочниктер 1989 жылы Каламантана аралынан табылған болатын. Ол Малайзияда орналасқан. Тарихта бұл ерекше жәндіктің небәрі 3 көлемді түрі табылған болатын. Олардың өмір сүруге бейімділігі әлі де толық зерттелмеген. Ерекше жасырын үлгісінен оларды күнделікті өмірде байқау өте қиын. Қозғалыссыз күйінде шынайы шыбықтан ажырату мүмкін емес деуге де болады. Сондықтан бұл жәндіктер өте аз табылған болатын. Алып азиаттық шершень. Табиғатта кездесетін ең үлкен шершенің ұзындығы 6 сантиметрге дейін жетеді. Қанаттарының ұзындығы 8 сантиметр. Бұл жәндіктің бізгегі 6 миллиметрді құрайды. Және оның ағзасынан зиянды у бөлінетіндіктен шаққаны өте қауіпті. Қызығы, шершенің бұлтыры жемтіктеріне бізгегін қолданбайды. Ол үшін өзі тісшелерін арқылы өз жемтігін ұстап, сонымен тістеп қоректенеді. Бұл шершендер адамдар үшін де өте қауіпті. Кейбір мекендерде олардың шаққанынан жылына 100-ден аса адамдар қайтыс болады. Бірнешеуінің шабуылынан тіпті дені сау адамның да жүрегін тоқтатуға күштері жетеді. Тағы олардың ерекшелігі сода, тіпті өзінің жемтігін 5 километрге дейін аңдай алады. Сондықтан бұндай ерекше жаратылыс күштерін ашуландырмаған дұрыс. Алып су қандаласы. Бұл алып жәндіктің түрі суда өмір сүреді, және оның көлемі 15 сантиметрге дейін жетеді. Пішіні сопақша, тегіс, ұзынша келеді. Бұл жәндіктердің түрлері өте терең емес, балдырлы, жылы су аттарда өмір сүреді. Олар көп болған жағдайда шабақ балықтарды қорек етіп, балық шаруашылығына кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан оларды балық аңшысы деп атайды. Және де олардың рациондарына бақа, амфибия, құрттар мен кішкентай тасбақалар кіреді. Мұндай алыптың шаққаны өте ауыртымды. Бұлардың тағы бір қызығы, су қандаласының аналықтары жұмыртқаларын аталығының арқасына жұмыртқалайды. Ол шамамен 10 шақты күн арқылайды. Содан соң одан балалары жарып шығады. Мадагаскарлық қысылдауық қоңыз. Әлемдегі қоңыздардың ең үлкен түрі. Оның ұзындығы 10 сантиметрге дейін жетеді. Табиғатта олар Мадагаскарлық тропикалық ормандарында өмір сүреді. Ол ағаш бұтақтары мен жерге түскен жапырақтардың астында тығылып жүреді, және өте ылғалды жерді ұнатады. Бұл жәндіктердің қорегі бұзылған жеміс-жидектер, өсімдіктер мен саңырау құлақтар. Бұлардың характерлік ерекшеліктері дыбыс шығарып ысылдай алуында. Бұл дыбыс арқылы олар өз жауларынан қорғанып бір-бірімен байланысу үшін. Таңқалдырарлығы сол, бұл жәндіктерді адамдардың көбі үй жануары ретінде ұстайды. Олардың айтуынша бұларды асырау өте ыңғайлы. Олар бөлмені састып болғамайды, зиянсыз және тыныш. Алып скалопендра. Қазір өмір сүріп жатқан қырқаяқтардың ең ұзыны. Жәндіктердің ұзындығы шамамен 30 сантиметрге дейін жетеді. Алып жәндіктің аяқшалары улы тісшелермен бітеді. Онымен өз қорегін аулайды. Бұл жыртқыш жәндік кесіртке, кеміргіш, тіпті кішкентай құстарды аулайды. Және олардың көру қабілеті өте төмен. Ол өзінің арнайы рецепторларымен бағыттайды. Адамдар үшін оның шаққаны өте ауыртымды, және 1-2 сағат ісік пайда болып қатты ауыртады. Ал егер скалопендра ірі болса, ауру бірнеше күнге созылуы мүмкін. Сонымен қатар температура көтеріліп, әлсіздік пайда болады. Олардың мекені Ямайка аралдары, солтүстік батыс пен оңтүстік Америка. Осымен аяқтаймыз. Достар, сіздер әлі тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар. Алда әлі көп қызықтар болады. Ал мен сіздермен қоштасам, жақын арада кездесетін боламыз. Сау болыңыздар.